Құранды қарайлы, Құран. Құранда Алла Субханаху ва Таала ең бірінші бұйрықтарды өкімді беріп қойған. Не деп? Алла та'буду иллаллах. Алладан башқаға сыйынбағыла. Ва ла тушрику бихи шай'a. Алладан башқаға ширк келтірбегіл. Ва бил валидайни ихсана. Ата-енелерге ең чырайлы мамиле қылғыла. Ва бидил қурба вал ятама вал масакин. Жақындарыңарға, жетім жесірлерге, бұларға жақсы мамиле қылғыла. Жетім жесірлерге де, кембағалдарға да жақсы мамиле. Алла Субханаху ва Таала барымызға тауфиқ берсін. Күн сайын сынауда екенімізді ұмытпайлы. Күн сайын жашауымыз қысқарып, кішкене азайып жатқанын ұмытпайлы. Күн сайын ақиретке кетіп жатқанымызды ұмытпайлы. Бірімізге естете жүрөйлі. Бірімізге естете жүрөйлі. Күндізі, түнімізді дағы, күндізімізді дағы зикір менен нұрлайлы. Шүгір менен нұрлайлы. Тоба менен нұрлайлы. Сауаптар менен, алхамдулилlah. Бізде мындайда тұрғандар қараңыздар. Намаз оқыған сауап. Намаз таштап қойған қандай? Чоң күні. Арам іштерді қылған күні. Арам іштерді қылған күні. Арам іштерді ошол алдыңыздан келген арам ішті қылбай қойған сауап. Машалла. Бұны жақсы біліш керек. Арам ішті егер ушунча болып қалды, арам ішті қылбай, бұға сауап.